Ассалаумалейкум достар. Қысқа балыққа да шықтық. Жолдас-балармен. Қазір палаткамыз бар, басқа да нәрселеріміз бар. Бүгін бізде жаңа палатка ВП-ның размері 2,5 жоғарғысы 2,10. Так, 50-48 деген түрін алдық. Бірінші рет ашып жатырмыз. Қазір жәмендеп құрайын. Ана жаздағы палатка дей, бұл да көп палатка. Бірінші рет ашып жатырмыз тұрғанда. Бірінші рет шамалы қиындау болатын шығар енді. Қалай ашылады бұл? Аяғы асты екен ғой. Материал тамаша, былайша қалың. Төрт бұрышынан тартып шығамыз. Жоғарысын көтереміз. Палатка дайын. Опа. Материал қалың әдемі. Жоғарысын көтере саламыз. Так, қалай. Неге жоғарысын көтеріп алу керек педі. Бірінші рет құрғасын. О, әдемі. Бұның екі несі бар екен. Есігі. Екі есігі бар екен. Бұда енді төбесінде ешқандай кармашкілер ештеңесі жоқ екен. Мына жерде труба шығаратыны. Есігі. Терезесі. Ауа шығатын жері. Мыяқта автономканың жері қарастырылыпты қайта. Бар екен автономкаға. Өйткені бізде автономка бар бүгін. Хаптарына мындай бір кожаный не қаптатқан. Тек кармашкілер жоқ екен, бір кемшілігі бірден көзге түскені. Мынандай бір кішкентай жері бар. Кішкентай ғана. Мынау енді 2,5 шыға ма, шықпай ма? Бұған қоса қолы бар. Қолын салып көрейік, қалай бар екен. Пол жата қалды ішіне. Жоқ, ломкасы бар екен. Ломка жері жоқ деп ойлап едік. Ломкасы бар екен.
Бұл жақсы. Кесем ғой деп ойлап отыр едім, жоқ. Кеспейтін болдық. Бүгін бізде автономный отопитель, автосила тепла деген. Мынадай примерно. Енді біз ана күздің кезінде шығамыз. Салқын кездер болады. Сондайға деп негізі осы отопитель алдық. Бұл да қосылып көрген жоқ әлі. Үші келіп көрейік енді. Ештеңке жоқ па? Так, мынашқа алып кетейік. Жігіттер, осылай болды. Палатканы құрдық. 2/5-те 2/5 размері. Биіктігі 2/10. ВПЕ. Материалы жақсы. Қалың. 3 слойдан деген. Мынандай ішінде полымен и осындай отопителіміз бар. Дизельный. Соны қазір қосып көрейік. Дала жылы, бірақ енді қосып көрейік. Бұған қоса тағы да 75-тік болған жаңадан аккумулятор алдық. Аккумулятормен жұмыс істейді. Ішіне бір 2 литр кеше дистопливо құйдым. Қазір қосып көрейік енді. Алдында келген өзегіміз мына жақта. Соның қасында Жібек көл деген жер бар, осы жерде көл. Осы жерде бір карастар болу керек енді, үлкен карастар. Соны ұстаймыз деген үміттеміз қазір. Автономкамыз осылай болды енді. Дұрыс білмей жатыр, қалай құрғуын, қалай орнатуын білмей жатыр әлі. Астын қаздық. Ұрып тұр жылу деген. Қол тегізбейді, уже апармайды. Бір жерін уже мынандай күйдіріп көлгірдік. Ничего. Келесіде астына бір ағаштан ба андай бір подставка істеу керек болды. Уже мынаның іші қайнап жатыр. Достар, бірінші поклевка. Қаптың шамалы. Тек кетті мәне. Опа. Мында екінші поклевка. Опа. О, карась. Әдемі.
Балық мәз емес. 3 түйір балық бар, кішкентай. 2 карась бар. Ақ балық бар. Алдында Ерлан нағашым. Аслан бауырымыз бар. Бірге ас болсын жеттер. Ерлан ойбай Ермек ағам бар. Сұңқар досым бар. Біргеміз бәріміз. Балық жоқ бірақ. Шақ түйір балық. 2-3-те. Сөт қазір. Балықтар отпусқа кеткен осы. Білмеймін қақайды. Үйілма. Ермектің дайындаған. Тушенкілер арасында. Тушенкі бар ма арасында? Іздесеңдер шығады арасында. Мына құрттан жеп отырыңдар. Ал жігіттер, осымен бүгінгі балық бітті. Бүгін 3-ші ақпан. Шықтық әйтеуір. Мұзға шықтық. Балатымызды құрдық. Автономды орттық. Жерлицалар үндемеді. Соған балығымыз осындай. 4 түйір ғана балық, 3 карась, 1 ақ балық.